Сәлем достар, біз бүгін адам етін жауыздықпен жейтін елдер туралы айтатын боламыз. Видеомызды бастамас бұрын сіздерден бар болғаны 10 секунд уақыттарыңызды бөліп, подписаться батырмасын басып, каналға тіркелулеріңізді сұраймыз. Бұл біз үшін өте маңызды. Тіркеліп болсаңыздар, ал бастаймыз. Көпшілік қазіргі дамыған заманда ежелгі каннибализм жоқ деп есептейді. Алайда бұл мүлдем олай емес. Ерекше жерлерге саяхаттауға келетін саяхатшыларды ешкім ешқашанда мына елде адам жейтіндер бар деп ескертпейді. Абайсызда жабайы елдердің өмірін көзбен көремін деп барып, кемтар болып, қазанда жатпасына кім кепіл? Адам жегіш тайпалар әлі күнге дейін біздің жер шарымызда өмір сүреді. Мысалы, Үндістанның кейбір аймағы, Камбоджа және Батыс Африка аймақтарындағы тайпалар адам етін бургер жегендей қуана жейді. Оңтүстік шығыс Папуа Жаңа Гвинея, Караваи тайпасы жер бетіндегі адам етін жейтін соңғы тайпа болып саналады. Бұл жерде адам еті өте көп желінеді. Бұл каннибалдар өзенінің қасында өмір сүреді. Адам жегіш тайпаның адамдары сол маңайда қайықпен елді тамашалап жүрген туристерді аулап, ағашты жамбасынан тығып, аузынан шығарып, отқа шыжғырып жейді. Ал тайпаның білгірлері адамның әлде су көрмегенін жылы миын ерекше бағалап, ең дәмді жері деп санайды. Неліктен олар адам етін жейді? Егерде бір тайпаның ішінде әлдекім себепсіз ауырмай кәріліктен көз жұмса, оны қара сиқырдың себебінен көз жұмды деп санайды. Сол сиқырдан сақтану үшін олар адамды жеп қою керек деп санайды. Осы тайпаға қатысты қызықты бір дерек. 1961 жылы Нью-Йорктың губернаторының ұлы Майкл Рокфеллер осы тайпаны зерттеймін деп, деректер мен ақпараттар жинау мақсатында осы аймаққа аттанады. Алайда ол сол күйі елге оралмаған. Әкесі талай адамдарды жібергенімен, оның денесі еш жерден табылмаған. Үндістан. Үндістанның солтүстік аймағын мекен ететін Акухори сектасының адамдары өз тәнін өсиет етіп қалдырғандардың етін жейді. 2005 жылы телеарналар осы сұмдықты естіп, зерттеу жұмыстарын жасайды. Белгілі болғандай, бұл сектадан шыққан адам жегіштер Ганга өзеніне ағызылып жіберілген өлекселерді жеп, крематорийлердегі мәйіттерді де ұрлап, әкетіп жеп отырған. Бұлар неліктен адамның етін жейді? Акухори сектасының адамдары адамның етін жеу қартаюды бәсеңдетеді деп санайды. Бұлар жайлы қызықты дерек. Бұл сектаның адамдары адам етін жегеннен кейін өлексенің сүйектерінен әшекей бұйымдарын жасайды. Фиджи аралының бұрынғы атауы каннибалдар аралы болған. Жергілікті тұрғындар әлі күнге дейін өз араларында тәртіп орната алмай келеді. Себебі қанында адам етін жейтін каннибалдар әлі күнге дейін кездеседі. Бұл аралда бірнеше тайпа болғандықтан, өзге тайпаның адамдарына шабуылдар жиі жасалып, олардың еті желініп отырады. Оларды неліктен адам етін жейді деген сұраққа былай жауап береді. Адамның етін жеу кек алу рәсімі болып саналады. Олар туралы қызықты деректер. Бұл тайпаның адамдары өзге жабайы тайпалар секілді емес, адамның етін кәдімгі қазанға салып, қасықпен, шанышқымен жейді. Және сонымен қатар адамның қалтасынан табылған заттарды мақтаныш ретінде жинастырып, үлкен коллекция жасайды. Бразилия. Осы аймақта өмір сүретін Вали тайпасы діндар және таза адамдарды өткен ғасырдың 60-шы жылдарына дейін жеп келген. Ал одан кейін Бразилия үкіметі осындай адам жейтін тайпаларды қыра бастаған. Алайда Алинда аумағындағы халықтың жағдайы жыл сайын төмендеп келеді. Сондай-ақ дәл осы аймақта адамның етін жеу жиі тіркеліп тұрады. Бұл аймақ жөніндегі қызықты деректер. 2012 жылы зерттеу кезінде жүргізілген деректерде анықталғандай, жергілікті халық кейбір көршілерінің қай адамды қалай өлтіретіндігін және қай жерде жейтіндігін ақылдасып жатқандарын естіген. Батыс Африка.
Леопард, яғни барс атты адам жегіш каннибалдар тобы өткен ғасырдан бері адам етін жеп келеді. Тіпті өткен ғасырдың 80 жылдарына дейін көшелерінде адам етінің қалдықтары тіпті сүйектерде шашылып жататын. Сондай-ақ бұл тайпаны адамдары барстың терісін жамылып, олардың тістерін қару ретінде жасап, адамдарға шабуылдайды. Сондай-ақ бұл тайпаның адамдары адамның етін жеу арқылы күшті әрі жылдам болып кетеміз деп санайды. Бір қызығы, осы тайпаға ұқсас дәл осы аймақта өмір сүретін қолтырауын тайпасы атты адамдар бар. Камбоджа. Осы аймаққа барып қайтқан журналист Нью Дэвис 1960-1970 жылдары оңтүстік шығыс Азия соғысынан бастап адам жеу дәстүрі қалыптасқанын баяндайды. Камбоджа соғысында жүрген әскерилер дұшпандарының бауырын жеуді әскери ритуал, яғни әскери рәсім ретінде санаған. Қызықты дерек. Соғыс уақытында Қызыл фермерлер атты ұйым сол өлкедегі ауылдарды, қалаларды қатаң бақылауға алып, қолдан ашаршылық ұйымдастырған. Содан аш халық бір-бірін жеуге көшкен. Фермер дегеніміз Камбоджада өмір сүретін негізгі халықтардың бірі болып табылады. Конго. Конгадағы соңғы адам жеу оқиғасы шамамен 10 шақты жыл бұрын, дәлірек айтқанда 2012 жылы орын алды. Ал жаппай адам жеу науқаны 1998-2002 жылдары аралығында азаматтық соғыс кезінде орын алған еді. Неліктен олар адам етін жейді деген сұраққа мынандай жауаптар бар. Соғысып жүрген әскери адамдар қолға түскен жаулардың етін жеп, әсіресе жүректерін арнайы шөптер қосып жеу керек деп санаған. Яғни ең қызығы бұл жердегі әскери адамдар өзгенің жүрегін жеу арқылы рухты көтеріп, мықты боламыз дегенге әлі күнге дейін сенеді. Осымен адам етін жауыздықпен жейтін елдер шығарылымы тәмам. Бұл ақпараттар сіздерге қызықты болса, комментарий бөліміне кіріп, пікір қалдыруларыңызды сұраймыз.